шыны керек біз. Даже мен қазір сіздерден сұрайын да, осы Астанаға келіп жатсыздар ғой, осы Астанаға келгенде музейге барғандар бар ма? Вообще жоқ, бұрын емес, қазір осы жақын кезде. Мейлі астаналықтар болсын. Біз вообще қазір музейге бармайды екенбіз ғой. Бізге тарих қызық емес қазір ақасы. Біз музейге бармаймыз. Мен жақында музейге барып келдім. Басыма операция жасағаннан кейін басын айта береді екен. Өзі басыңа тигесің бе, аузыңнан кете береді екен, өзі автоматически. Маған айтты, біз қоңыр салқын жақсы жерлерде жүріңіз, ыстық жерде жүрмеңіз деді. Сосын бір музейге барып келейін деп барып көрдім. Ішінде бар ғой, біздің қазекеңдер почти жоқ деуге болады. Бізді музейге айдап апарады ғой. Біз өздігімізден бармаймыз. Ішінде иностранецтер жүр. Біздің қазекеңдер жоқ, тек соның ішінде жұмыс істейтіндер ғана. Мен кіріп жүрдім, қызық болды енді маған бар ғой. Кіріп жүрдім, мынандай картиналар еді. Мына картинаны біздің қазақ түсінбейді. Біздің қазаққа тек 3 картина. Біреу аттар шауып батқан картина. Біреу жаңа Құранның сүрелері. Сосын біреу өмірден өтіп кеткен папаң мен мамаң суреті тұр. Қалған біз картинаға қызықпайды екенбіз ғой. Бізге даже туған күніңе біреу картина беріп тұрса, ішіңнен нервің шітетіп тұрасың ғой. Лучше ақшалай бере салмады ма деп. Өйткені үйде картина ілетін жер жоқ. Біздің картина қайда тұрады? Біздің картина шкафтың артына тығып жібересің. Диванның астына салып жібересің. Әйтеуір біреудің туған күніне барғанда әйтеуір тауып аласың, соны шаң-шаң қылып. Бізде картина шапан секілді айналып жүре береді. Мына картинаны кім түсінеді ал бізде? Біз түсінбейміз. Түсінбейміз ғой. Иностранецтер осыны қалай қарайды деймін де. Кәдімгідей таң қалып тұрып, вау, Кристиан Фаулик, yes. Good morning, fine, wow, beautiful food. Біз картинаға қараған жоқпыз, картина қарап тұрған иностранецтер қарап тұрдық. Не түсініп жатыр деп, еще тағы картина қарап қоямыз ғой. Жоқ, шынымен. Аналар картинада бар ғой, асықпай жүреді дейді. Каждый детальға құмыра. Бізде құмыра, біз етеміз ғой. Сынып қалған құмыраны қойып қойған не істейміз де? Бұл музей емес пе? Бәленбай ғасыр бойы табылған. Біз сонда айтамыз, мына бүтеп қоймай ма екен деп. Ал олар сол құмыраны қарап, сол құмыраны зерттеп, суретке түсіріп, біз қазақтың музейге аралағанына риза боламын бар ғой. Біз былай өтіп шығамыз ғой, бір супермаркетте бір йогурт іздеп жүрген адам құсап. Супермаркетте қайтарып тоқтап ценасын қарайсың ғой. Ол жақта вообще ештеңе қарамайсың, бүйтіп жүресің. Сосын ар жағында бір бөлме тұрады. Сол бөлмеге кірейін деп жатсаң, ан жақтан бір қазақ шығып кетеді ғой. Содан сұрайсың, ан жақтан не бар десең, айтады, дым жоқ дейді. Бірге қайтарып кетесің. Даже қарауға болады, қарамайсың. Шығып кетесің. Еще біреу кіріп кетсе қалай айтсың? Нормально деп жаңа. Біз тарихқа қызықпайды екенбіз ғой қазір. Бізге история қызық емес. Біз кредит алуды қатыратын халықпыз.